Құрметті ұстаздар, сіздерді осы ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді бүкіл гимназиямыздың үлгі тұтар оқушылары, барлық оқушылар сіздерді шын жүректен құттықтайды. Осы тырысып жасаған видеомыз сіздерге ұнайды деген ойдамыз, және де бұл видеоны бір кішкене болсын өзгешелеу жасау үшін біз көп өте еңбектендік, және де сол видеода біз барлығын қосуға тырыстық, сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Loving you, I thought I couldn't get no higher. Your November rain could set the night on fire. Night on fire. But we could only burn so long. Counterfeit emotions only run skin deep. Know you're lying when you're lying next to me. Next to me. How did we get so far gone? I should know, but now Видеомызға сән мен нәр беру үшін біз ұстаздарымызға сұрақ қоюды бастайық. Ол сұрақтар өте қызықты болады. Бірге қазір сұрақ қоятын боламыз. Кеттік. Сәлеметсіз бе, Ербол ағай? Сізді келе жатқан ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді соған байланысты сізге бір сұрағымыз бар. Сіз шынымен де ұстаз болғыңыз келді ме, және балалық шағыңызда арманыңыз ұстаз болу болды ма? Рахмет. Мен енді бірінші балалық кезімде ұстаз болу деген арманым сондай болған жоқ. Енді мына өзі ұстаз болғаным 2 жыл әскери қызметімді аяқтап келгеннен кейін 1990 жылы. Содан кейін үйге келгенде мен енді үйдегі семьядағы ең кенже ұлы болғаннан кейін әке шешемнің айтуы бойынша сол кісі енді міне қызым армияға барып келдің, енді біраз жоғарғы оқу орнына түсесің бе деді. Содан енді қайда барамыз деп ақылдаса келе осындай ұстаздық жолын таңдап, осы бойынша енді өмір. Сәлеметсіз бе, Бақыт апай? Сізді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Соған орай сізге бір сұрағымыз бар еді. Ол мектеп кезінде қай пәнді сүйіп оқыдыңыз және қай сабақты ұнатпадыңыз? Рахмет құттықтауларыңа. Мектеп кезінде жалпы менің ұнатпаған пәндерім болған жоқ. Негізінен мен мектепте берілген барлық пәндерді жақсы көріп оқыдым. Сәлеметсіз бе, апай? Сізді осы ұстаздар күнімен шын жүректен бүкіл 11-ші класс сізді құттықтайды. Енді осы ұстаздар күніне орай сізге бір сұрақ қойғым келеді. Сол сұрағымыз, сіз сабаққа кірген кезде, біздің 11-ші Б сыныбында Жарыс пен Асхатты көрген кезде қандай көңіл күйде және сезімде әсерде боласыз? Енді екеуі ерке. Кейде шектен тыс асып кеткен кезде ашуым келетіні рас, бірақ енді әрқашанда көбінде ашуымды ақылға жеңдіре білемін деп айта аламын. Себебі ашу дұшпан, ақыл дос. Сәлеметсіз бе, Мұрат ағай? Сіздерді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан күшті ұстаз болып жүре беріңіз. Енді соған байланысты сізге бір сұрақ қойғымыз келеді. Сіз шынымен де ұстаз болғыңыз келді ме? Балалық шағымда армандаған жоқпын. Мен 10-шы сыныпта алғашқы әскери дайындық пәнінен ұстаз болғым келді, мұғалім. Бірақ түсі оқуға түсе алмағандықтан осы өзін-өзі тануға бардым. Апай, сізді осы ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді соған байланысты сізге бір сұрағымыз бар еді. Ол сұрақ, сіз сабақ кезінде балалардың назарын өзіңізге қалай аударар едіңіз деген сұрақ. Енді мен сабақ кезінде әртүрлі тәсілдерді пайдаланам. Ойын ойнаттырам балалармен, сонан кейін ұрыспауға тырысам. Жаңа бағдарлама бойынша неше түрлі топтық жұмыс, парлық жұмыс, сондай тәсілдермен балаларды өзіме назарларын аударуға тырысам. Ал балаларға солардың бәрі ұнайды деп ойлайсыз? Өте ұнайды. Өте ұнайды. Белсене қатысады, жақсы. Сәлеметсіз бе, Жасұлан ағай? Сізді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және соған байланысты сізге бір-екі сұрағымыз бар, соған жауап беруіңізді сұраймыз. Сәлемет пе? Рахмет, біріншіден. Қандай сұрақтарыңыз бар? Ол сұрақ, сіз оқушы болған кезде қандай оқушы болдыңыз және сабақтан қашқан кездеріңіз болды ма? Шын жауап беруіңізді сұраймыз. Енді шын жауап беретін болсам, мен оқушы кезімде мүлде сабақтан қашып көрмеппін.
Екіншіден енді активист болғам. Сабақты 5 оқыдыңыз ба? Жоқ, 3 оқығам. Қай сабақтан 3 болдыңыз? Химия, ағылшын тілі деген сияқты сабақтан 3 болғам. Сәлеметсіз бе апай, сізді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Соған байланысты сізге бір сұрағымыз бар еді. Ол сұрақ, оқушы болған кезде қай сабақты ұнаттыңыз және қай пәнді ұнатпадыңыз? Рахмет. Біріншіден, енді мектепте оқыған кезде көп сабақтарды ұнаттым, бірақ та гуманитарный, орыс тілі мен орыс әдебиетін өте жақсы көрдім. Өйткені біздің мұғаліміміз сондай кереметтей мұғалім болды. Кітапты оқығанды жақсы көрдім. Әдеби кітаптарды көп оқитұғым. Соған байланысты мүмкін осы мамандықты да таңдаған шығармын. Ал қай сабақты ұнаттыңыз? Ал енді физика сабағын, химия сабақтарын шын айтса, енді сондай жақсы көргем жоқ, бірақ та жақсы оқуға тырыстым. Сәлеметсіз бе апай, сізді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Соған байланысты сізге қазір бір сұрақ қоямыз, соған шын жауап беруіңізді сұраймыз. Ол сұрақ, таңертең жұмысқа келгіңіз келмейтін сәттер бола ма? Денсаулығым болмай тұрған кезде ғана болады. Әйтпесе күнделікті өз уақытында оянып, емін-еркін келем жұмысыма. Сәлеметсіз бе апай, сізді осы келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің мектебімізді көркейтіп, гүлдендіріп отырғаныңызға көп алғысымызды білдіреміз. Енді соған орай бүкіл гимназиямызға бір ауыз тілегіңізді айтып берсеңіз. Құрметті ұстаздар, нөмір Күршім гимназиясының қызметкерлері, барлықтарыңызды бүгінгі міне келіп отырған үлкен мерейтойымыз ұстаздар күнімен құттықтаймын. Ұлағатты ұстаз дегеніміз ұлы есім. Мына гүлдей құлпырған құрметті мұғалімдер, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын, өмірлеріңізге табыс тілеймін. Ұстаздар, сіздердің мерекелеріңіз құтты болсын, ылғи да күліп жүре беріңіздер. Сіздерді келе жатқан мейрамдарыңызбен құттықтаймын, ешқашан да ауырмай, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Мұғалімдер, сіздерді ұстаздар күнімен құттықтаймын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ақ жол тілеймін. Бақыт, ашық аспан, табыс, денсаулық. Құрметті гимназия мектебінің аяулы ұстаздары, бүгінгі сіздердің мерекелеріңізбен мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті мұғалімдер, сіздерді мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Шәкірттеріңіздің жеңістерін көріп жүре беріңіздер. Құрметті ұстаздар, біз сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз.